Күн достар, мен есімім Гүлзира, мен психологпын. Маған қыз балалар келіп жатады, әкеме қатты өкпелімін, әкемді жек көремін, әкемді кешіргім келмейді деп келіп жатады. Яғни қыз бала әкесіне ренжісе, оны түп санасы бейсаналы түрде жазып жатыр, программаны жазып жатыр. Ертең сол бойжеткен тұрмысқа шыққан кезде сол сәйкесінше өзінің әкесіне ұқсайтын ер азаматты өміріне тартады. Неге? Өйткені оның подсознаниясы солай жазып алды. Қыз баланың үйінде бірінші көретін ер азаматы әкесі болғандықтан, қыздың әкесімен қарым-қатынасы өте дұрыс болу керек, махаббаты жақсы болу керек, бір-біріне деген мейірімді беру керек. Сондықтан ер азаматтар, сіздерге айтарым, қыз балаларыңызбен жақсы қарым-қатынаста болыңыздар. Әр ата-ана баласының бақытты болғанын қалайды. Егер де сіз қызыңыздың жақсы жерге барғанын, жақсы азаматқа тұрмысқа шыққанын қаласаңыз, онда өзіңізді тәрбиелеңіз.